Егер қойларыңыздың мұрнынан көп мөлшерде жалқақты ірің немесе көк түсті маңқа ақса, мұрнынан аққан маңқада қан аралас болса, көп мөлшердегі сірнелі зат танауының айналасында қатып қабыршақ пайда болса, қойдың тыныс алуы қиындап түшкіріп, кейде басын шайқаса, мұрынын үйкелеп, көзінен жас ағып көзі ісінсе, тәбеті азайып күн сайын арықтаса, онда бұл қой түлігінде кездесетін мұрын құрт болуы әбден мүмкін. Егер бұл індетті дер кезінде емдемесе, балапан құрттардың әсерінен мидың қызметі бұзылып, малыңыздың жем-шөпке тәбеті тоқтап, арықтап өледі. Ал енді алдын алу емдеу шараларын айтпас бұрын арнаға жазылып лайк басып қолдап қойыңыздар. Қойдың мұрын құрт індеті қойдың мұрын бүгелек құртының балапан құрты қойдың мұрын қуысы мен оның төңірегіндегі қуыстарға мекендеуінен туылатын індет. Бұл індеттің қойға салатын зияны ауыр, ал ешкіге салатын зияны жеңілдеу болады. Бұл індетке шалдыққан қойдың мазасы кетіп, дене қуаты әлсіреп тіпті өледі. Бұл паразит құрттардың әсерінен болатын індет. Ал енді алдын алу емдеу шараларына келсек, бұл індеттің алдын алуда бірінші сатыдағы балапан құртты жоюды басты шара етеді. Әр жердің ұқсамаған ауа райы жағдайы мен қойдың мұрын бүгелек құртының жетілу жағдайына қарай алдын алу емдеу уақытын белгілейді. Әдетте әр жылы қараша айында емдеген қолайлы. Оған мынадай дәрілерді істетеді. Бірінші, өңделген диптерекстен 60 грамм алып, оған 95%-тік спирттен 35 мг қосып, әйнек ыдысқа құйып қыздырып еріткеннен кейін, оған 100 мл су қосып, қойдың мұрын қуысына бір танауына 5 мл-дан күніне 2 рет жібереміз. Немесе лизолды суға теңшеп, бір танауына 5 мл-дан күніне 1 рет жалғасты 2 күн істесеңіз жеткілікті. Сонымен қатар тер астындағы паразиттерді жою үшін ибермек өкілін саласыз. Әдеттегі жағдайда көктем және күз мезгілінде қойларды күпкіге салу арқылы түрлі паразиттік індеттерден сақтауға болады. Мінекей құрметті көрермен, видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып қолдап қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.